Сәлем достар. Ас үйіндегі шағын сорттау бөлігін көрсеткім келіп тұр. Мына әрбір үйде ыдыс жуатын кранның астында мынандай өзіндік бір сорттау жері болады. Мына мысалға мына шелекте көріп тұрсаңыздар тек қана тамақ қалдықтары. Тез ыдырайтын полиэтилені бар. Мына жақта мысалға анау-мынау қалдықтар, яғни оның ішінде гүл, қағазға жатпайтын, пластикқа жатпайтын консервіленген заттардың қалдықтары. Мына жақта тек қана қағаздар біздерде. Ал құрметті көрермендер, мен мына көрсеткен өзімнің шағын ғана сорттау бөлімімді үйімдегі болып қалғанын байқап, мен енді оларды сырттағы контейнерлерге апарып орналастырамын. Біздер жер үйде тұратын болғандықтан, мына жерде өзіміздің шағын ғана әрбір қоқысқа арналған өзіндік жәшіктері бар. Сол жәшіктерге орналастыратын боламыз. Мысалға мынау био қалдықтар, оған тамақ қалдықтарын саламыз. Бұл қоңыр түспен ерекшеленеді. Келесі қара түсті, ол деген анау-мынау қалдықтарымыз. Оған біздер жаңағы үйімізден алып шыққан анау-мынау қалдықтарды орналастырамыз. Және келесі көк түсті, бұл қағаз қалдықтары, яғни манағы арнайы өзімнің шелегімде жинаған қағаз, үйден шыққан қағаздарды осы жәшікке орналастырамын. Ал осылай Норвегияда біздер әрбір жеке үйдегі адамдар осылай шағын ғана сорттау жеріміз бар. Айтпақшы, мына жерде ұмытып кеттім мен. Мына жерде біздерде пластик қалдықтарын лақтыратын, оған дейтін арнайы жәшік жоқ та. Норвегия мемлекетінің коммуналарының талабы бойынша әрбір пластик қалдықтар мынандай арнайы, мынандай ұзынша келген полиэтиленге салынады. Оның сыртында, яғни пластиктің суреті тұрады. Міне осылайша біздерде 4 түрлі сорттау жәшіктері бар әр үйде. Және осы жәшіктерді шығаруға коммуналға байланысты, яғни әрбір аймаққа байланысты өздерінің уақыттары болады, күндері болады белгіленген. Қай күні мысалға қағазды алып кетеді, бір күні қағазбен мысалға анау-мынау қалдықтарды алып кетеді бірге. Одан келесі жұма жаңағы тамақ қалдықтарын алып кетеді пластикпен бірге. Солай-солай біздерге осы жәшіктерді босатып тұрады. Біздің жұмысымыз осы жәшіктерді алып барып, көше жаққа қарай орналастырып, өзі уақыты келгенде жаңағы арнайы машина келіп, осы қалдықтарды алып кетеді. Міне осылайша Норвегия елі өздерінің табиғатын аялап, қоқыстарды осылайша сорттайды. Сіздерді де осындай сорттауға шақырамын. Ал Норвегиядағы пәтерде тұратын тұрғындар өз қоқыстарын қайда және қалай лақтырады деген орынды сұрағыңызға былай деп жауап беремін. Норвегияның ерекше қоқыс жүйесі жерасты қоқыс жәшіктері туралы айтып берем. Бұл не үшін қажет, қалай жұмыс істейді, біз үйренетін не бар? Ал кеттік. Мынау кәдімгі жерасты қоқыс жәшігі. Ал сіз оны қарапайым жәшік деп ойламаңыз. Бұл инженерлік шешім. Себебі иіс шықпайды, жазда қоқыс ашымайды, жер астында салқын, көше таза көрінеді. Қоқыс көбірек сияды, контейнердің өзі жер астында үлкен. Мына кішкентай люктың астында 3 және 5 куб метрлік үлкен бак бар.
Арнайы машина келіп, бүкіл бакты көтеріп, ішіндегі қоқысты төгіп алып кетеді. Ең бастысы, көлік жүргізушісі жәшіктің қасынан шықпай-ақ бәрін пультпен басқарады. Жер астындағы бактар толық толғанда арнайы сенсор сигнал береді. Сондықтан машина тек керек кезде ғана келеді. Босқа бензин жағылмайды. Әр пәтерге арнайы карта немесе чип беріледі. Соны жақындатқанда жәшік ашылады. Басқа біреу келіп тастай алмайды. Бұл да тазалық пен тәртіп үшін ойластырылған. Мына күн панелі жай сән емес. Бұл қоқыс жәшігі толғанын білдіретін сенсор мен басқа механизмдерге қуат береді. Яғни жүйе автономды, экологиялық және энергияны үнемдейді. Кейбір жәшіктерде түнде жанатын кішкентай LED жарығы болады. Бұл адамдар кешке қоқыс тастағанда ыңғайлы болсын деген оймен жасалған. Ол да күн батареясымен қуатталады. Ал мынау Норвегияның әр дүкенінде орналасқан пант машинасы. Дүкендегі бөтелке қабылдайтын автомат әр бөтелке үшін 1-3 крон аралығында ақша қайтарады. Мына бөтелкелерді өткізсек, соған тағам ала аламыз. Норвегияда бөтелке тапсыру ұят нәрсе болып саналмайды. Мұны әр норвег жасайды, және бұл қалыпты жағдай. Сусын сатып алғанда сіз бөтелке үшін қосымша ақша төлейсіз. Ең кереметі, бұл сома әр бөтелкенің құнына қосылып көрсетіледі, және оны қайтарып алуға болады. Әрбір пластик бөтелке үшін 3 норвег кроны қайтарылады. Супермаркеттерде арнайы автоматтар орнатылған. Олар бөтелкені қабылдап, оның құнын есептейді де, соңында чек береді. Осылайша, қоршаған ортаға жанашырлық чегімен сол супермаркетте сатып алған затыңыз үшін төлей аласыз. Бір бөтелке қоқыс емес, мүмкіндік. Қазақстанда да осындай жүйе болса ғой. Ал мына құрылғы Норвегия супермаркеттеріндегі электрондық қалдықтарды, мысалы шамдар, батареялар, сымдар, шағын құрылғылар сұрыпталып қабылдайтын арнайы жәшік. Бұл авфал жәшігі. Мұнда жарамсыз батарея, шамдар, тоқ сымдары, тіпті ұсақ электроникада қабылданады. Бәрі тегін, маркасы маңызды емес. Осындай қарапайым қадаммен біз табиғатты қорғаймыз. Қоқысты жасыру емес, дұрыс басқару Норвегияның философиясы осы. Егер сізге бұл бейнебаян ұнаса, лайк басып, пікір қалдырыңыз. Осындай қызық нәрселерді бірге зерттейік.